Сәлем достар. Бүгін біз таңғы асқа бір кесе сүзбемен осындай дәмді десерт дайындауға болады. Өте жылдам әзірленеді. Ал кеттік. Сүзбелі вафлиға керек бірінші 250 грамм сүзбе, 90 грамм ұн, 2 жұмыртқа, 50 грамм май, 50 грамм сүт, 5-6 қасық қант. Енді бірінші жәнегі сүзбемізді саламыз. Елу грамм сүзбемізге жақсылап үгітіп, осының үстіне 2 жұмыртқамыз жарамыз. Жұмыртқамыз жарып, кішкене жақсылап араластырып аламыз. Жұмыртқамыз осылай араластырып аламыз. Енді бұның үстіне 5-6 үлкен қасық қант. Жаңағы сүзбемізге де қараймыз. Менде бұл қолдың сүзбесі, өте қышқыл емес. Қышқыл сүзбе болса, кішкене қантты көбейтсеңіздер де болады. Осы жеткілікті. Келесі менде 50 грамм сүт және 50 грамм сұйық май. Сұйық май емес. 50 грамм май. Енді осыны кішкене жақсылап араластырып аламыз. Енді жәнекке бірінші ұнымызға бір қасық разрыхит қопсытқышымыз, ұн қопсытқышта бір кішкене қасық қосып аламыз. Қосып, ұнымыз 90 грамм. Ұнымызды жақсылап араластырып, салмамызға саламыз. Енді осыны бәрін жақсылап араластырамыз. Пешімізді әбден қыздырып аламыз да, енді жаңағы жасаған салмамызды саламыз. Сүзбелі неміз осылай жақсылап зәт. Ылғида сырнекей жасағаның орнына үйде осындай неңіз болса пісірсаңыздар болады. Өте дәмді. Сүзбе де үйде көп болса, әрқашан таңғы асқа болсын, қандай не болсын пісіре қойсаңыздар болады. Достар, міне 10 минутта бір кесе сүзбеден өте жақсы десерт әзірлеп дайын болды. Енді жеп нешін көрсетейін деймін. Міне сүзбеден өте жақсы шығады. Және де өте дәмді. Ас болсын бізге. Күшті. Өте дәмді піскен екен. Достар, менің каналыма тіркеліп, подписка жасап, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.